Ішкі істер министрлігінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті өткен және биылғы жылдың 8 айын салыстырып, интернет алаяқтық деректерін талдады. Айта кету керек, 2025 жылы алаяқтардың арбауына жастардың жиі түскен анықталды. 2024 жылы 18 бен 30 жас аралығында 2000-ға жуық жәбірленуші болса, биыл олардың саны 3000-ға жетті. 60 жастан асқан адамдар да жиі алданады. Бұл жастар мен қариялардың осал топқа жататын көрсетеді. Интернет алаяқтық жасауға дроптар да қатысады. Олар әртүрлі себеппен өз карталарын алаяқтарға беретін адамдар. Осылайша алаяқтар шоттарды қаражатты қолма-қол ақша айналдырады. Еске саламыз, 15 қыркүйектен бастап қылмыстық кодексіне өзгерістер күшіне енеді. Енді банк картасын алаяқтарға берген адамдар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл үшін 7 жылға дейін сотталуы мүмкін.